Қалада пневматикалық мылтықтан нысана көздеп атудан Мерген Әлия 2022 турнирі басталды. Оған облыстың 15 мектебінен 50-ге жуық оқушы қыз қатысып жатыр. Аталған шараны Кеңес одағының батыры Әлия Молдағұлованың облыстық мемориалды музейі мен облыстық білім басқармасы ұйымдастырып отыр. Тілші бейнематериалында. Мергендік пен шапшаңдықты қажет ететін жарыс бірнеше жылдан бері өтіп келеді. Соңғы уақытта қыздардың белсенділігі жоғары. Тіпті араларында әскери мамандыққа оқуға түсіп, өмірін осы саламен байланыстырғысы келетіндер бар. Осыған дейін мен Ойыл ауданында Мерген Аруғда бірінші орын алған болатын. Осы Ақтөбеге келіп, команда бойынша үшінші орын алдық. Одан бұрында көптеген сайыстар болды. Мектеп аралық, мектепшілік жарыстарда да көп жақсы нәтиже көрсеттім деп айта аламын. Негізінде, осы әскери қызметке тұрғым келеді, оқу бітіргеннен кейін де. Аталған жарыс екі шарттан тұрады. Талапкерлер мұнда командалық және жекелей түрде сайысқа түседі. Екі жаттығу бойынша атқызылады. Бұл тіреумен, ашық көздеуіш деген топқамен және тіреусіз екі жаттығу. Қашықтық 10 метр, ашық көздеуіш деген топқа 8П нысанасына оқ атады оқушылар. 2 күнге жоспарланған сайыста жоғары ұпай жинаған мерген қыздар арнайы кубокпен марапатталады. Мамандардың айтуынша, Қобда, Алға, Мәртөк ауданынан келген оқушылардың шеберлігі жоғары. Себебі олар бұл жарысқа жыл сайын белсене қатысады. Дархан Мектепбай, Аманжол Айтмағамбетов, Ақтөбе телеарнасы.